Сәлем достар, сіздермен Teach Dina каналы, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымда have to, don't have to деп аталатын ережемен таныстырамын. Бұл ережені толық түсініп алу үшін видеоны соңына дейін қараймыз. Қажет болса дәптеріңізге жазып алыңыз. We have to hurry. Бұл жерде екі бала жүгіріп келе жатыр, біз асығуымыз керек деп жатыр. I have to go out now. Бұл жерде бала сабағын аяқтап далаға шығуым керек деп тұр. We have to win. Бұл жарыс болғандықтан біз жеңуіміз керек деп әркім өзі туралы айтады. Have to, has to, don't have to, doesn't have to. Ереже, заң, қандай да бір жағдай бойынша бір нәрсені жасауға мәжбүр болғанда, міндетті болғанда, бір нәрсені жасау керек екендігін білген кезде қолданылады. Болымды түрінде I, you, we, they have to study. Have to-дан кейін кез келген қажетті етістікті қоюға болады. He, she, it has to study. Has to-дан кейін де тағы да қажетті кез келген етістікті қоюға болады. Бастауыш қосылған have to немесе has to, одан кейін етістік болады. Мысалы, мен форма киюім керек. I have to wear uniform. Мен оқуым керек. I have to read. Ол бүгін жұмыс істеуі керек. She has to work today. Болымсыз түрінде I, you, we, they don't have to study. He, she, it doesn't have to study. Doesn't-тан кейін have қойылады. Don't have to, doesn't have to аудармасы міндет емес, қажет емес дегенді білдіреді. Мысалы, мен бүгін баруға міндет емеспін. Мектепке немесе жұмысқа деп айтатын болсақ, I don't have to go today. Маған асығудың қажеті жоқ, әлі уақытым бар деп айтатын болсақ, I don't have to hurry. Ол ішуге міндет емес. He doesn't have to drink. Неге біз бұл жерде мағынасына қарай don't have to және doesn't have to қойып шықтық. Сұраулы сөйлемдерде do және does бастауыштың алдына қойылады. Do I, you, we, they have to go? Does he, she, it have to go? To-дан кейін кез келген есікті қойға болады. Және қысқа жауап берген кезде yes, I, you, we, they do. No, I, you, we, they don't. Yes, he, she, it does. No, he, she, it doesn't деп қысқа жауаптармен сұраулы сөйлемдерге жауап бере аламыз. Маңызды айырмашылыққа қарап өтейік. Have to деп отырғанымыз сонымен жасау керек. Don't have to жасау керек емес, бірақ тыйым салынбаған, алмасын міндетті түрде жасауға болмайды дегенді білдіреді. Бүгінгі менің сабағым сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Сабаққа байланысты өз пікірлеріңізді білдіріп кеттіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.